Ертістің солтүстік бөлігі орыс мұжықтарының, переселендердің қолына көшкен болатын. Қасірет белдеуі деп аталатын Есілдің жоғарғы бөлігі бұл да сол кездегі отаршыл орыс әкімшілігінің қолындағы жер болатын. Жайықтың солтүстік бөлігі де, сыртқы беті де түгелдей дерлік казак станицалары салынған әкімшілік отаршыл аппараттың құзырындағы территория болатын. Ал енді Каспийдің солтүстік бөлігіне де Астрахан губерниясының балық шаруашылығы кәсіпшіліктері иелік етіп жүрген. Қазақстанның бұған қосымша оңтүстіктегі 3 уезі, Перовск уезі, қазіргі Қызылорда облысы, Әулиеата уезі, қазіргі Жамбыл облысы, Черняев уезі, қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан генерал-губернаторлығының құрамында болатын. Ал қазіргі Маңғышлақ облысы, Маңғыстау облысы, сол кездегі Закаспий губерниясының құрамындағы жер еді. Мінекей қазақ жерінің өзі осындай тағдыры қыл үстінде тұрған кезде Әлімхан Ермеков бастаған алаш қайраткерлері, егер Совет үкіметі қазақтарды өзінің жағына шығарғысы келетін болса, оның бір кездері тартып алынған ата қонысы қазақтардың өзіне қайтарып берілуі керек. Сонда ғана қазақтар Совет үкіметін қолдап шығады. Ал болашақта құрылатын қазақ автономиясы Ресей құрамында болғандықтан, бұл территория ешқайда кетіп қалмайды. Бәрібір сол Ресей құрамында қалады деген уәжбенен Ленинді иландырып, дәл осы күнгі қазақтың әкімшілік аумақтық ұлан-ғайыр территориясын қорғап қалған. Бұл олардың тарих алдындағы аса зор еңбегі деп білемін.